Қайырлы күн достар, эфирде Қажылғызы Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанар Асарсен-қызы. Қажылғызы 5-ші Еуразиялық көлік қауіпсіздік және цифрландыру форумында автожол саласына арналған инновациялық цифрлық шешімдерді ұсынды. Атырауда инновациялар және кадрлар Батыс Қазақстанның жол инфрақұрылымын дамыту перспективалары тақырыбында аймақтық семинар өткізілді. Семинарда институт ғалымдары әзірленген жаңа материалдар, соның ішінде құм және құмды шағыл тасты қоспасына арналған катализаторлар таныстырылды. Сонымен қатар инновациялар және кадрлар аймақтық семинарға жолшы мамандығына қызығушылық танытқан 500-ден астам оқушы жиналды. Оқушыларды көлік құрылысы білім беру бағдарламасымен таныстырып, жолшы қызметінің мән-жайы туралы толық мәлімет берілді. Республика күніне орай институт мамандары үшін салтанатты іс-шара ұйымдастырылды. Шара аясында саланың дамуына қосқан ерен еңбегі үшін бірқатар институт мамандары Қазақстан Республикасы көлік министрінің құрмет грамоталары және арнайы төс белгілерімен марапатталды. 2024 жылғы 30 қыркүйек пен 19 қазан аралығында Қажылғызы Алматы қалалық филиалы қабырғасында автомобиль жолдарын пайдалану, автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау тақырыбында біліктілікті арттыру курстары өтті. Курсқа жазылу үшін толық ақпаратты біздің ресми сайттан және экранда көрсетілген телефон арқылы біле аласыздар.